1941 жылы 22 маусым күні таң шапағы жаңа ғана арайланып келе жатқан кезде елімізге қауіп төнді. Халқымыз адам айтқысыз қиын қыстауға душар болды. Ұлы Отан соғысы ең қиын, ең қан төгісті соғыс болды. Біреуді жесір етті, біреуді жетім етті. Балалығы сұрапыл соғыспен қатар келген біздің бүгінгі ата-әжелеріміз де сол уақытта ерте есейген еді. Ойын баласына бейнет күнді айырбастайтын күн келді. Ел үшін аянба, ерлігіңесін, жұрт үшін аянба, жігіттігіңесін деп айтқандай, біздің жерлестеріміз де бір кісідей майданға аттанды. Соғыс десе, қатуланам, қиналам. Рас, оны көріп біздер кинодан. Оққа оранып от кешкен арыстардың арқасында аман қалды бұл қалам. Қара бұлтқа оранбасын күн көкте, барлық халық бейбіт өмір сүрмекте. Отанымның бақыты үшін мерт болған батырларды есіңде ұста, құрметте. Менің атам Қайназарұлы Кемал, Ұлы Отан соғыс ардагері болған. Менің атамнан кейінгі ұрпағы мен боламын. Есімім Кемалова Нарқыз, 4-ші курс студенті. Мен қазір сіздерге атам туралы айтып кетсем, ол кісі 1913 жылы Алматы қаласы Қырғауыл ауылында дүниеге келді. 1941 жылы соғыс басталған кезде небәрі 28 жасында болған. 1941 жылы майданға аттанып, Ижевск қаласында өз отаны үшін жанын салып соғысты. Адам 1943 жылы қатты жарақаттанып ауруханаға аттанды. 1945 жылы соғыс аяқталған кейін жеңіспен оралды. Менің атамның көптеген марапаттары мен медальдары бар. Мен атамның ерлігі үшін мақтан тұтамын. Барша Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне алғыс айтамын. Осы еліміз үшін, жеміз үшін көп рахмет. Май соғыс салған жарасы, 75 жыл жеңіс күннің арасы, 45-тің мамырында елім жаудан арылып, жеңіс күнін тойлап жатты бүкіл отан даласы. Ерлігіне теңеу жетпес, елін жаудан қорғаған, ұрпағына аманат қып, елін, жерін жолдаған, дақ түсірмей қорғайықшы кейінгі біз жас ұрпақ, әр қашанда тыныш болсын, кең далам. 9 мамыр жеңіс күні. Бұл сан мыңдаған ұрпақ үшін ұлты мен тілі бөлек, діні мен мәдениеті бөлек халықтар үшін ортақ мереке. Бұл мереке әлемді тыныштыққа тербететін бейбітшілік пен қайырымдылықтың әрқашан жеңететін дәлелдері. Бұл мереке отанын қорған қаһарман жауынгерлердің айбыны мен тылдағы жеңісті жақындатқан жұмысшылардың ерлік еңбектерінің мәңгі өшпейтіндігін дәлелдейтін белгісі болып қалды. 9 мамыр адамзат тарихындағы ең ауыр қантөгіс соғыс аяқталған күн. Бұл күн әділетсіздікті әділдіктің жеңген күні. 9 мамыр фашизмді жеңген қаһарман халқымыздың мереке күні. 9 мамыр осынау қуаныш үшін өмірлерін қиған боздақтарды еске алу күні. Бүгінгі ұрпақ өзіміздің бейбіт өмірімізде, алаңсыз күлкімізде, тыныш ұйқымызда, тербелген тал бесіктің қуанышында отанды қорғаған аталарымыз бен әжелеріміздің мәңгілік үлесі тұрғанын ұмытпай, аталарымыздың ұрпаққа аманат етіп қалдырған ұлы жеңісін қадірлей білейік.